Алаш идеясы қазақ хандығы құрылып, қазақ халқы қалыптасқандағы ұлттық идея еді. Кейінде ол ұғым жоғалып кетті. 20 ғасырда қазақтың басына большевиктерден қатер төнгенде алаш қайраткерлері Ахмет Міржақып, Мұхамеджандардың аузымен осы ұран қайта көтерілді. Яғни кезінде ұлтты біріктірген идея тағы да ұлтты жойылып кетуден сақтап қалды деп санайды келесі материалымыздың кейіпкерлері. Нұрбек Бекбаудан сараптама. Алаш ордашылар келгенге дейін біз кім едік, сапамыз қандай еді? Бай дәулеттілеріміз саналы ғұмырын болыстыққа таласумен, жақсының артынан ар жазумен өткеріп жатты. Алаш ордашылар келді, қазақ өзгеріп сала берді. Сол кездегі өзгерістің шапшаңдығын ғарыштық жылдамдықпен ғана салыстыруға болатын шығар. Енді ұлт өз жақсыларын жәбірлетпей көзінің қарашығындай қорғайтын бол. Ең соңғысы, абайды сабайтын оразбайлардың өзі өзгеріп, өскен тұлғаға айналды. Алаштың әскері салт мінсін деп, 1000 жылқысын әкеп тастады емес пе? Ресей империясының бөліп алда билей бер саясаты жүруі арқылы болысқа бөлініп, ұлықтарға пара беріп, бір-біріне арыз жазып жүрген қазақ қалай сонда абай өмірден өткеннен кейінгі 15 жылда, 10 жылда делік, бірлігін таныта бастайды? Керемет, я! Мұса өз қауымын құлдық санадан құтқару үшін 40 жылын жұмсаса, Әлихан Ахаң Міржақыптар 15 жылға жетер-жетпес мерзімде қазақтың санасын төңкеріп, жаңа ұлт жасап шығарды. Алаштықтардың мемлекетшілдік, педагерлік идеясы бұқараға сіңді. Егер сіңбеген болса, қазақ жастары алаш қайраткерлермен бірге әскер болып шығарым еді. Егер сіңбеген болса, газет шығаруға, алашты қолдауға сол байлар ат салысар еді. Егер уақыт пен мүмкіндік берілгенде, Жапонияның 40 жылда қол жеткізген кереметін алаштықтар ар кетсе 20 жылда жасар еді. Ғалым осылай деп отыр. Әттең мүмкіндік бермеді. Бірақ қыршын кетсе де қияметке дейін үзілмейтін дәстүрді қалдырды. Ол мемлекетшілдік, ол ұлт үшін жан пидаға бару. Надо отдать должное правительству Алаш-Орды. Алаш ордашыларға өз бағасын беру керек. Олардың мемлекетшілдік идеясы өте өміршең болып шықты. Мысалға, Жұмабек Тәшенов солтүстік облыстарда Ресейге қоспаймыз деп қарсы шықты. Мансабын құрбан етуі, өмірін тәуекелге тігуі мемлекетшілдік санадан шығып тұр. Большевиктер жеңді. Алаш орданың басын жұтпай тыншымайтыны анық еді олардың. Бірақ қазақтың қаймақтары соны біле тұра, барлығы елде қалды. Шетелге қашып кетіп, сонда бақуатты өмір сүруге ақылда ақша да жететін еді. Жоқ өйтпеді. Барлығы елде қалды. Жай қалған жоқ. Атып тастағанша қазаққа пайда келтірем деп тырбанып бақты. Алаш қайраткерлерінің міндеті бір-ақ салада. Оқу, білім, ғылымда деген. Сондықтан да алаш қайраткерлері жаппай әліпби, есеп қисап, биология, химия, тарих, психология, әдебиет саласында оқулық жазуға кіріскен. Біздің қазіргі ғылыми терминдеріміздің қалыптасуының 80% осы алаш қайраткерлерінің 21-27 жылдар арасындағы жариялап үлгерген еңбектерінің негізінде қалыптасқан. Қазір алып кетеді, ертең атат деген күйде отырсаңыз, бірдеме жазалатын беңіз. Ал олар мылтықтың қарауылында тұрса да жазды. Ең ғажабы, ұлт үшін керек оқулықтарды шедевр деңгейде ұлттың танымына, менталитетіне сай етіп жазды. Мысалы, Әлихан өзінің астрономия деген еңбегінде айтады ғой, жер өз кіндігінен ұршықтай айналады деп. Ұршықтың қалай айналатынын көрген бала жаңағыны бірден елестетеді. Біз қазір ұршық деген сөзді бәлкім мектеп оқулықтарында қалмағанда шығар, өз кіндігінен де айналады деп айтпаймыз, өз осінен айналады, тағы басқа неше түрлі терминдермен айта береміз да. Яғни ұлттық негізбен байланысымызды үзіп алғанбыз. Алаштықтардың артықшылығы ол ұлттық негізден байланысын үзбеген еді ғой. Алаш орда өз заманы үшін құбылыс болыпты. Ал қазіргі Қазақстанға не пайдасы жетті? Айтайық. Бүгінгі шекарамызда алаштықтар бекітіп кетті. Тәуелсіздік алғанда бізге Қазақ КСР-ның территориясы мұра болып қалды. Ал осыдан 100 жыл бұрын қазақтың шекарасы мынау жерден басталып, анау жерден аяқталады деген карта жоқ еді. Қазақстан деген тұтас ел жоқ еді. Оның орнында 3 губерния барды.
алаштықтар нөлден бастап әр қала, әр ауыл үшін арпалысты. 28 жасар Әлімхан Ермековтің анық факты тыпыр еткізбес дәйектеріне Лениннің өзі ләм дей алмай қолын қойып берді ақыры. Алаш қайраткерлерінің феномені неде? Ол формула Сұлтан Махмұттың өлеңіне жасырылған. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Байқасаңыз, күн боламыз демейді. Елді жақсарту менің ғана қолымда тұр. Мен ғана істеуім керек дейді. Олар да сендер сияқты ет пен сүйектен қарапайым адамдар, бірақ жүректерінде рух, санасында елге, жұртқа қызмет істеймін деген ой болған. Әлихан Бөкейхан айтқан: тірі болсам қазаққа қызмет етпей кетпеймін. Сонысы үшін түрмеге қамалды, қанша азапты көрді, айтқанда тұрды. Жаңа Мыржақып айтады: қалғанша жарты жанқам мен сенікі пайдалан, керегіңе жара салаш дейді. Осындай сөзді жүректеріңізге кіргізіңіздер әрқайсыларыңыз. Сол кезде сендер қарабасының қамышын ғана емес, ел үшін істейтін, жұмыс істейтін азаматқа айналасыңдар. Биыл Алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл. Бұл атаулы күнді қалай өткеру керек? Мерейтой ретінде тойлай қал. Бірақ сол тойлар қоғамға сигнал болып жетіп жатыр ма? Мәселе сонда. Шенеуніктеріміз Алаштан мысал келтіріп сөйлеп жүр ме? Ахмет, Міржақып есімдері сәбилерге қойылып жатыр ма? Халықтың бойында педагерлік ұстындардың жұрнағы қалды ма? Қалса, оны қалай үрлеуге болады? Әлеуметтанушылардың ендігі мұраты осы болу керек. Пәленше түгеншенің шығармашылығы дейтін мәдениеттанулық зерттеуден әлгі біз айтқан 1000 есе артық, 1000 есе пайдалы. Нұрбек Бекбау, Қобыланды Өтеген, басты бағдарлама.